Сәлем балақай, Зерек бала каналына қош келдіңдер. Бүгін біз жаратылыстану пәнінен ауаның маңызы қандай деген тақырыппен танысамыз. Мақсаты: адам тіршілігінің түрлі салаларында ауаны қолдану жолдарын анықтау. Кәнекей балалар, мына өрленген шарды қолдана отырып ауаның қасиеттерін есімізге түсірейік. Мынау шарды мен бассам не істейді? Шар ішіне қарай кіреді. Яғни ауа не істейді? Сығылады. Ал мен бүйтіп шарды босатсам, шар қайтып қалпына келеді. Яғни шар не істейді? Ауа серпіледі. Ауаның осындай сығылу және серпімділік қасиеті бар. Сонымен қатар шардың ішінде ауа бар, бірақ ол көзге көрінбейді. Ауа дәмсіз, ауа түссіз, Енді балалар, біз сабақта ауаның осындай және басқа да қасиеттерін қалай қолданатынымыз туралы айтатын боламыз. Балалар, суреттерге назар аударайық. Суретте бұрғылаушы ауаның қандай қасиетін қолданып тұр? Өте жақсы, дұрыс айтасыздар. Бұрғылаушы ауаның сығымдылығы қасиетін қолданып тұр. Ал ауа баллоны мен велосипед камерасын ауамен толтырған кезде біз ауаның қандай қасиетін қолданамыз? Серпімділігі және сығымдылығы қасиетін қолданамыз. Өте жақсы. Сипатта: қандай жағдайда қосымша ауа пайдаланылады? Өрт кезінде ауа ластанып, тыныс алу жарамсыз болып қалады. Өрт сөндіруші осындай кезде арнайы ауа баллонымен тыныс алады. Су астында тыныс алу мүмкін болмағандықтан, су астында жүзушілер арнайы ауа толтырылған баллонды қолданады. Тыныс алу нашарлағанда, тыныс алу қиын болған кезде оттегі толтырылған аппарат қолданылады. Балалар, суреттен не байқадыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Балалар, суретте ауаның ластануы бейнеленген. Зауыт түтіні, қоқыс үйіндісі, зымыран ұшырылымы, автокөлік түтіні, өрт, жанартау атқылауы. Мұның барлығы ауаны ластайтын факторлар деп атауға болады. Балалар, табиғаттағы ауаны қалай таза ұстауға болады? Қала көшесіндегі ағаш, түтінді, шаң-тозаңды, түрлі газды ұстап қалады. Сондықтан қаламыз көркейіп, ауамыз таза болу үшін ағашты көптеп отырғызу қажет. Балақай, саған менімен бірге оққан ұнаса, Зерек бала каналына тіркел. Келесі көріскенше.